Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 13-ші сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. Сабақтың мақсаты я әрпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренемін, тірек сөздермен әңгіме құрастырамын. 51-ші жаттығуға назар аударайық. Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп, тоқтап демалады. Саят әжеге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр: елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. «Іш, балам, іш», деді әжей су беріп тұрып. Бақтияр ұялғанына суды ішпестен далаға атып шықты. Мәтін не туралы? Мәтін негізі үлкенге құрмет көрсету туралы, я? Бақтияр мен Саяттың басынан өткен осындай бір оқиға туралы, яғни Саят ол әжеге шелегін көтерісуге көмектеседі, ал Бақтияр көмектеспейді. Кейіннен Бақтиярдың өзінің іс-әрекетіне ұялғанын байқаймыз, я? Бақтияр неге ұялды деп ойлайсың? Оның орнында сен болсаң не істер едің? Бақтияр ол өзінің өткен жолы әжеге көмектеспегеніне қатты ұялды, я? Сондықтан суын ішпестен далаға атып шыққан болатын. Оның орнында сен болсаң не істер едің дейді. Оқушылар, егер де Бақтиярдың орнында болсаң, не істер едіңдер? Өздерің ой қорытып жазып көріңдер. Әрине, мен сендердің Бақтияр сияқты емес, әжеге шелегін көтерісуге көмектесетіндеріңе ешқандай да күмән келтірмеймін. Керісінше Бақтияр Саят секілді әжеге көмектесеміз, я? Ал егер де көмектеспеген жағдайда, біз міндетті түрде әжейден кешірім сұрап, ондай жағдайдан екінші рет қайталанбайтындығын айтуымыз керек, я? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бақтияр, Саят, қарияны деген сөздерді көшіріп жазамыз дәптерге. 52-ші жаттығу. Сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазып, оның себебін түсіндір. Біз өткен 12-ші сабақта дауысты и әрпінен кейін а жазылмайды, я жазылады деген ережені өткен болатынбыз, я? Енді бұл жерде де бізде дауысты п-дан кейін, мысалы, бірінші сөзде и әрпі келіп тұр, дауысты әріп. Демек, біз оның орнына а-ны жазбаймыз, я әрпін жазамыз. Ұрқия дегенде де а-ны емес, я әрпін жазамыз. Дәрия дегенде де я әрпін. Саяз дегенде де а-дан кейін де біз я әрпін жазуымыз керек. Демек, бізде пияз, ұрқия, дәрия, зиян, аяз деген сөздер шығады. Ал оны қойған себебіміз біз өткендегі 12-ші сабақтағы ережені басты назарға алып отырмыз. Келесі 53-ші жаттығуға назар аударайық. Сызбадағы сөздерді тауып жаз дейді 53-ші жаттығу. Бірінші, сол жақтағы қария, дәрия, әсия. Ал оң жақтағы тірек сызбада біз пияз, таяз, қоян деген сөздерді тауып тұрмыз. 54-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдау жаса. Балалар, бұл жұмбақтың шешуі қандай? Қандай жануар? Қоян, я? Дұрыс айтасыңдар. Қоян. Қоян деген сөзде 4 әріп бар. Бірақ дыбысталған кезде 5 дыбыс естіледі, я? Қой, ан деп естіледі. Қоян деген сөзде 2 буын бар. Қ дауыссыз дыбыс, о дауысты дыбыс, я дауысты дыбыс, н дауыссыз дыбыс. Келесі 55-ші жаттығуға назар аударайық. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер: балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу. Мынадай әңгіме құрастырамыз. Біз сыныптағы балалармен құстарға ұя жасадық. Бізге ағайымыз көмектесті. Ұя жасап болған соң құстарға жем шашып қамқорлық көрсеттік. Ағай бізге дән риза. Бұл жердегі бізде тірек сөздердегі сөздер балалармен деп алдық, құстар, ұя жасау, жем шашу деген сөздерді басты назарға аударып, осындай әңгіме құрастырған болатынбыз. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.